Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Бесқұдық ауылындағы жеке балабақшада сәби зардап шекті. Тәрбиеші бейгүнә баланы жұлқылап, буынын шығарып жіберген. Артынша бұл әрекетін жасыруға тырысқан екен, қолы ауырсынып қалған 1,5 жасар қыз балаға алғашқы көмек көрсетілмеген. Жағдайды баланың ата-анасы артынан бірақ біліпті, мазасы қашқан сәбиді әкесі ауруханаға апарып емдеткен. Оқиғаның анығын білу үшін ата-аналар балабақшаның бейне бақылау камерасындағы жазбаларды қараған. Баланы тәрбиеші ұрғанына көздер жеткен соң құзырлы органдарға шағымданыпты. Тәрбиеші және тәрбиеші көмекшісі бүгінгі таңда жұмыстан босатылды, топ жабылды толықтай. Қазір балабақша бойынша тексерістер жүргізілуде. Болған жағдайға қатысты хабарламаған үшін осы қызметкер арнайы айыппұл салынды.